Баршаңызға сәлем достар. Біз матамызды екі кусокқа бөліп алдық, яғни 3-10, 3-10. Енді кезекте біз матамыздың астыңғы бөлігін тауып аламыз, яғни ворстың төмен қарап тұрған жағы бізде шторымыздың асты. Осы астыңғы бөлігінен біз екі угылды бірінші дайындап алатын боламыз. Ол үшін біз матаның бұрышын осылай жатқызамыз және линейкамызды алып 5 сантиметрге точкамызды қойып, линейканы қиғашынан тағы да ауыстырамыз да осылай сызып шығатын боламыз, бірақ до конца емес. Енді жоғарғы жағынан примерно екі жарынан кішкене өте белгі қойып алатын боламыз. Ол не белгі десеңіздер, біз мысалына ручка сызылған жағын тігетін боламыз да, жоғары жағын тікпейтін боламыз. Ол бізге қайырылғанға керек болады. Және жылжып кетпеу үшін булавкамызды қыстырып аламыз, және екінші бөлігінде тура солай істеп шығатын боламыз. Байқап тұрғандарыңыздай, мен барқыттың кромкасын кескен жоқпын. Негізі көбінде барқыттың кромкасын кесе бермеймін. Себебі ол бізде билеп тұрған жоқ, тартылып тұрған жоқ, сол себептен де әп-әдемі тұра береді. Если кромканы кескен жағдайда барқыттың шеті үтіктеген кезде билеп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да сол күйінде қалдыра беріңіздер. Қойып алған белгімізден осылай төмен қарай тігетін боламыз. Және тіккен кезде тек басына аяғына ғана емес, полностью қайта-қайта закрепка беру арқылы тігетін боламыз. 1 сантиметр етіп артық жерін кесіп тастаймыз, және кескеннен кейін осы жерді айналдыратын боламыз, және ұшын үшкір нәрсемен шығарып алатын боламыз. Қайшымен или кішкентай қайшымен ұшын әдемілеп шығарып аламыз да, және бізде астыңғы қабаты осы қанаты екі жаққа қарай кетіп тұрады. Бір жағына қарай болса кішкене грубый болып кетеді, және осы жерден ине қадап алатын боламыз. Жалпы угылдарымызды шығарып болғаннан кейін матамызды үтік столына жайып аламыз, және ол жерде 5 сантиметр етіп шетін қайырып үтіктеп шығатын боламыз. Мысалы, кәдімгі линейкада осы 5 сантиметрді қоямыз, осылай қою арқылы үтіктеп шығатын боламыз. Байқап тұрғандарыңыздай, үтікті полный басып жатқан жоқпын, тек ұшымен ғана басып жатырмын. Сіздер де осылай істеңіздер, сонда маталарыңызда із қалмайтын болады. Және 5 сантиметр қайырып болғаннан кейін оны просто былай қолыңызбен қайырып инені қадап шықсаңыз болады. Әсіресе енді бастап жатқан кісілерге өте удобно болады. Мысалы, өз басым әлі күнге дейін осы булавка арқылы жұмыс істеймін, и сіздерге де кеңес етемін. Тез-тез әрі уайымдамай тігетін боласыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын, сондықтан да кішкене видеоны жылдамдатып жіберейін. Кейбір кісілер барқытпен жұмыс істеген қиын деп жатады. Ешқандай да қиын емес. Осы тактика бойынша ешқайсысын қалдырмай барлығын пайдаланатын болсаңыздар, барқытпен жұмыс істеген өте оңай. Алдағы сабақтарда жалпы высотасы, именно барқыттың высотасын қалай алу керек, қалай есептеу керек жөнінде тоже айтатын боламын. Осылай екі шторымызды да инемен қыстырып алдық. Байқасаңыздар, өте аккуратно болған. Енді сіздерге тігу де, үтіктеу де ары қарай оңай болады. Лаж болса мүмкіндігінше ерінбей, осы бойынша тіксеңіздер, барқыттарыңыз өте әдемі болып шығатын болады. Келесі кезекте әрине енді бізде тігу. Байқасаңыздар, лапканың сол жағына қарай алып отырып тігемін. Тура ортасына тігуге болмайды, себебі барқыт ары бері тайып кетеді. Сондықтан да лапканың сол жағына алып отырып тігеміз. Сол жағындағы лапканың жартысында тұрады барқытыңыз. Байқадыңыз ба? Сол жағындағы лапканың жартысында тұрады барқыттың бұрышы. Сонда тіккен кезде где-то 0,2-0,3 аралықта тігілетін болады, және шетке қарай тайып шығып кетпейтін болады. И аккуратно көрінеді, ішінен де сыртынан да. Осылай аккуратно тігіп шығатын боламыз, және бұрыштарына келген кезде реттеп жібереміз де, именно угылға келгенде закрепка қоямыз, және келесі бетке қарай өтеміз де, ол жерге де тоже закрепка қоятын боламыз. И дальше тігіп кете береміз. Көбінде шторларды тіккен кезде сол қолыммен тартып отырамын да, оң қолыммен демеп отырып тігемін. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті ме? Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, мүмкіндігінше сіздерге жауап беретін боламын. Айтуды мүлдем ұмытып кетіппін. Негізі барқытта всегда ворстың ыңғайына қарай тігеді. Если ворс төмен қарап тұрса, төмен қарай тігіледі. Ворс жоғарғы болып тұрған кезде қарама-қарсы оған тігуге мүлдем болмайды. Ол кезде шеті қатты волна болып кетеді. Сол үшін де барқыттың екінші шетін тіккен кезде матаны машинканың ортасына салу арқылы осылай тігілген дұрыс.